Армағайын, назарларыңызда әдеттегідей жұма күнгі жыр терме тыңдау сағаты. Сонау соғыс жылдарында елін жерін, туған жерін жырға қосып, сағынышын өлеңге айналдырған жауынгер ақынның бірі Әбзәли Егізбаев. Әбзәли Егізбаев әйгілі сыр сүлейінің бірегейі болған Тұрмағамбет Ізтілеуовтің төл шәкірті. Оның соғыс жылдарында жүріп жазған отты, рухты жырлары сол уақытта қазақ әскерлерінің рухын бір серпілтіп қайта көтерді. Биыл жеңістің 75 жылдық мерейтойы. Сол себепті жауынгер ақын Әбзәли Егізбайұлының туған жеріне, туған бауырларына, туған халқына жазған қайратты жырларын назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Арнаған аттас інім келді хатың, оқыдым өрлей шалқып кеуіл шатым. Ел мен жұрт қатар құрбы көз келестіп, есіттім үй отбасының саламатын. Қайғы мен қуанышқа біз ортақпыз, әрқашан шат тұрмыста болғай халқым. Көрпесін қасіреттің серпе тастап, өмірдің өркендетсін тәңірім қалпын. Ағыны тең құрбыны аман қосып, халықтың сау көрсетпей жас пен қартын. Шар тәріп шалғаным жоқ жан достарым, сағындым сұлу сырдың суын салқын. Тасар мен жосалының, көремін құмын күміс тасын алтын. Санаймын қарағайдан қадірлілі, қамысын сыр қуаңның біткен жақын. Қаңтардан қарлы қысын қымбат сезем, шау елдің жазынан да деген жарқын. Айналтқан жазын қысқа өңін түске, ойлаңдар отандасың біздің қарқын. Жазасын оқтан алмақ, от боп жанбақ, болса жау бейбіттіктің бұзған антын. Ғылым мен техниканы меңгер жастар, талаптан үйрен ұмтыл, алға талпын. Үлкен рахмет айта отырып, өздеріңізбен келесі шығарылымдарда амандықта қауышқанша қош сау болыңыздар дейміз.